сандардың жазылуы бойынша берілген санға бөлінгіштігін анықтайтын ереже бөлінгіштік белгісі деп аталады. 2 санына бөлінетін сандар: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 2 санына бөлінетін сандардың барлығы 0, 2, 4, 6, 8 цифрлармен аяқталады. 2-ге бөлінетін сандар жұп сандар, ал 2-ге бөлінбейтін сандар тақ сандар деп аталады. Мысалы, 20, 364, 5678 сандары жұп сандар. 3, 19, 687 сандары тақ сандар. 5 санына бөлінетін сандар: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Бұл сандардың жазылуы 0 немесе 5 цифрымен аяқталады. 10 санына бөлінетін сандар: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Бұл сандардың жазылуы 0 цифрымен аяқталады. 0 цифрымен аяқталатын сандар 10-ға бөлінеді. 0 және 5 цифрымен аяқталатын сандар 5-ке бөлінеді. 0, 2, 4, 6, 8 цифрымен аяқталатын сандар 2-ге бөлінеді.